Сіздермен әр мерекеде жасауға болатын өте дәмді, ерекше әдемі болып шығатын баклажаннан жасалған салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Салатымызға керек заттар: баклажан, тәтті бұрыш, кинза, черри помидорлары, өрік, крахмал, кунжут және де кисло-сладкий соус керек. Баклажанды сыртқы қабығынан тазартамыз. Төрт бұрышты етіп тураймыз. Баклажанымызға крахмал салып араластырып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Крахмалға араластыруымыздың бір себебі, міне біздің баклажандарымыз өз қалпын сақтап, өте әдемі болып пісіп жатыр. Тәтті бұрыштарымызды төрт бұрышты орташа етіп турап қосамыз. Видеода көрсетілгендей барлық керек заттарымызды турап қосамыз. Енді үстіне соусымызды құйып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міне өте дәмді болып шыққан, тәбетімізді ашатын салатымыз дайын болды. Менде соңында үстіне осындай ұзынша етіп өрікті турап салған болатымын. Сол видеода түспей қалыпты. Тура видеодағыдай үстіне өрік және де кунжут сепсеңіздер болады.
Өте әдемі салат, өте дәмді салат жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Ас болсын.